Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Анаргүл, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен өте жеңіл әрі өте дәмді, түрлі түсті қырыққабат қосылған өте дәмді салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қараңыздар, өйткені бұл салатты күнделікті жасап жесеңіз де, қонақтық дастарханға қойсаңыздар да өте ерекше әрі дәмді болып шығады. Ең алдымен түрлі түсті орам жапырақты қайнаған суға салып қоямыз, яғни суды алдын ала қайнатып, оттың астын өшіріп қоямыз да, осы ыстық суға түрлі түсті қырыққабатты салып, шамамен 20-30 минут шамасында осы ыстық суда ыстаймыз. Сол кезде біздің орам жапырағымыз салатқа қосқанда қытырлап, өте дәмді болып тұрады. Енді кезекте салатымызға керекті өнімдерімізді турап дайындап аламыз. Тәтті болгар бұрыштарын, яғни цветофор болгар бұрыштарын осылай 3 бұрыш тәрізді етіп, әдемілеп турап шығамыз. Енді қалауыңыз бойынша солонка етіп турасаңыздар да болады. Бірақтан осылай 3 бұрышты етіп турасаңыздар, дастарханда да, тәрелкеде де өте әдемі көрінетін болады. Қызанақтарымызды дәл солай ірілеу етіп турап аламыз. Менің қызанақтарым орташа көлемде болғандықтан әрбір қызанақты 8 бөлікке бөліп турап алдым. Бұл салатқа черри қызанақтарын пайдалансаңыздар да болады. Ол да өте әдемі көрінеді. Қызанақтарымызды жақсылап турап алғаннан соң тұздалған қиярларымызды да саламыз, яғни корнишон қиярларын салып дайындап аламыз. Егер қиярларыңыз үлкен болса, оны да 2-ге бөліп алсаңыздар болады. Содан соң пиязды да ірі етіп 4-ге немесе 8-ге бөліп турап аласыздар да, арасын осылай бір-бірінен ажыратып шығамыз. Ендігі кезекте осы дайындап алған пияздарымызды алдын ала қызып тұрған табаға май құйып, майымыз қызғаннан соң пиязымызды салып, жақсылап алтын түске енгенше қызарғанша қуырып аламыз. Мінекей біздің пияздарымыз осылай алтын түске еніп, әдемі болып қызарып, қуырылуы тиіс. Енді осы пияздарымызды кішкене суытамыз. Суығаннан соң жаңағы салатымыздың үстіне қосамыз. Содан соң түрлі түсті қырыққабатымызды судан алып, кішкене салқындатып аламыз да. Содан соң алдымен пышақтың көмегімен кесіп, содан соң қолымызбен осылай бөлшектерге бөліп, салатымыздың үстіне саламыз. Содан соң қалауыңыз бойынша ас көп қосасыз, қоспай қойсаңыздар да болады. Енді кезекте соя тұздығын қосамыз. Соя тұздығын қатты көп қоспауға тырысыңыздар, өйткені көп қоссаңыздар салатыңыздың түсі қап-қара болып, дәмі өзгеріп кетеді. 1 шай қасық қызыл бұрыш, паприка салдым, және де тұз қостым. Тұзды енді салаттың дәміне қарай аз-аздан қосып көріңіздер, өйткені соя тұздығының құрамында өзі тұз болғандықтан салаттарыңыз ащы болып кетпесін, сондықтан да тұзды дәміне қарай қосыңыздар. Жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің өте дәмді, өте жеңіл әрі әдемі салатымыз дайын. Сіздерге міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Назар қойып рецептіні соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Анаргүл. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.